Біздің орталық конфессияаралық қатынастарды талдау және дамыту орталығы Ақмола облысы ішкі саясат басқармасының қарамағына қарайды. Біздің орталықтың негізгі бағыттары атап өтуге болады. Ең бірінші ақпараттық насихат жұмысы, яғни ақпараттық түсіндіру тобы бар. Сол ақпараттық түсіндіру тобы халық арасында жаңағы ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Жаңағы мақсатты аудиториялар кең, жаңағы студенттер болсын, оқушылар болсын, жаңағы әскери қызметшілер, мемлекеттік қызметшілер, жалпы шалғайда жатқан ауыл тұрғындары, қарапайым халық барлығын қамтып, жаңағы үлкен бір ақпараттық түсіндіру жұмысын жүргіземіз. Онда жаңағы әртүрлі методика, яғни әдістемелік жұмыстар қолданылады. Жаңағы интерактивті дәріс болсын, жаңағы диалогтық алаң болсын, жалпы сол азаматтармен бірге жаңағы диалог ретінде сөйлесіп, сұрақтарына жауап беріп, ұсыныстарын тыңдап деген сияқты сондай бір керемет іс-шара өткіземіз. Сонымен қатар жаңағы мектеп оқушыларына, колледж студенттеріне әртүрлі форматтағы жаңағы өздерінің дінтанушылық, құқықтық сауаттылығын арттыру мақсатында біздің еліміздің ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу мақсатында, салт дәстүрлерімізді, мемлекеттік ұлттық мерекелерімізді құрметтеуге жаңағы бағытталған көптеген іс-шаралар өткіземіз. Ол іс-шаралар жаңағы интеллектуалды ойын түрінде болсын, дебат түрінде болсын, басқа да бір ойын түрлері арқылы біз әрдайым олармен жұмыс жүргізіп отырамыз. Бұл бір жаңағы былайша айтқанда орталықтың айналысатын направлениясы. Сонымен қатар бізде жаңағы осы деструктивті діни жалған ағымдардың ықпалына түсіп, солардың ықпалынан зардап шеккен азаматтарға көмек көрсету жаңағы орталық, жаңағы былайша айтқанда бөлімшесі бар. Онда жаңағы психолог, біздің теолог мамандар жұмыс атқарады, қызмет атқарады. Біз де көмектесеміз. Орталықтың бірден бір үлкен жаңағы бағыты деп осы бағытты айтуымызға болады. Жаңағы кез келген психологиялық тұрғыда болсын, теологиялық тұрғыда болсын, жаңағы қандай көмек қажет, сол ұйымдардан зардап шеккен азаматтарға жаңағы көмек көрсетіледі. Енді орталықтың негізгі мақсаты осы, 2014 жылдан бастап орталық өз жұмысын атқарып келе жатыр бүгінгі күнге дейін. Жыл сайын көрсеткіш көтеріледі, олардың жаңағы қамтылған азаматтардың саны деген сияқты барлық жаңағы азаматтар қамтылады. Орталықтың негізгі бағыты осы профилактикалық шаралар, жалпы азаматтарды былайша айтқанда хабардар ету. Енді неге жаңағы сүйенесіздер, неге жаңағы қарайсыздар дейтін болса, онда біздің елімізде арнайы тұжырымдама бар, сонымен қатар бағдарлама бар. 2017-2020 жылдарға арналған дін саласындағы мемлекеттік саясаттың жаңағы тұжырымдамасы, сонымен қатар 2018-2022 жылдарға арналған экстремизм және діни экстремизм және терроризмге қарсы бағытталған арнайы бағдарлама бар. Осы екі үлкен мемлекеттік құжат жаңағы негізінде біз осы ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Жаңағы сол айтылған концепция, яғни тұжырымдама, ол тұжырымдамада айтылған барлық нақты ойлар, нақты былайша айтқанда ақпараттар, соның барлығын біз негізге ала отырып, өзіміздің тарапымыздан, орталықтың тарапынан үлкен бір жаңағы жұмыс атқарып жатырмыз.